изамата ибн адам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, адам баласы дүниеден озғаннан кейін инқатаға амалуху, қараңыздар, еңбегі тоқтайды дейді. Яғни ақыретке деген еңбегі тоқтайды. Енді сауап түсіріп тұратын нәрсе жоқ. Сауап түсіп тұратын нәрсе жоқ. Сосын үміт ашады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, илля мин салас, тек үш жақтан тамып тұруы мүмкін дейді оған. Үш жақтан тамып тұруы мүмкін дейді оған. Біріншісі садақатин жария, егер ұзағынан істеп тұратын бір садақа тастап кетсе дейді. Мысалы мешіт салу дегендей мәселе. Біз кейде жаңа бір адам жүреді да мешіт саламын, бәріміз жабылып бір мешіт салсақ болады ғой. Көрме көп түкірсе көл, бәрімізге жетеді ол. А біз бір адам жүреді, мен салам деп, ол қайтып саласың оны? Садақа жария, бір медресе ашып кеттің біреуге, түсінсіз бе? Бір қонақ үй жасап кеттің біреуге, осы тұра берсінші жолда қалғандар. Егер ол болмаса не істейміз, біздің шамамыз келмеді салуға, жасауға оны. Айлмен юнтафағу бихи, немесе білім дейді, өзінен кейін қалдырып кеткен адамдар пайдаланып атқан. Оған да шамамыз келмей қалдық дейді. Не істейміз енді? Ау валадин салих дейді. Салихалы бала, қараңыздар. Ядғу лаху, соған дұға жасап тұратын. Бала деген нәрсеге құрметті жамағат, өте жақсы қараңыздар. Бұл бала сіздің дүниеден озғаннан кейін тамызып тұратын бала ғой ол. Пайғамбарымыз сонша үш есіктің біреуісі болып тұр ғой, сол жақтан келіп таматты ол. Қарыз ба? Өйткені пайғамбарымыз салсам айтады, инна атияба ма акала ражулу мин каспихи. Жалпы ер адамның дейді, адамның осы дүниеде жеп жүрген азықтарының, ризығының ішіндегі ең жақсысы, ең тазасы өз еңбегінен жегені дейді. Сіз бе? Енді қараңыздар қандай нәрсені қосады. Ва инна валадаху, сөзсіз оның баласы да оның еңбегінен дейді. Баланың тауып атқан табысы не шындап келгенде, пайғамбар салсам айтқандай, сен де деген бір сахабаға, сен де малыңды әкеңдіксің деген. Қарыңыз ба қандай жұмыс істеп тұрды. Сол секілді ақыретке де осы бала істейтеді да сізге. Ол дұға жасағанда, ол ықыласпен жасайды ғой. Ешкім бүйтіп жасай алмайды ғой сізге. Беліңнен шыққан балаң. Соны сол жаққа, салиқалыққа тәрбиелеу керек те оны. Міне, сол дұға жасаған сайын. Өйткені пайғамбарымыз салсам айтады, инналлаха ла ярфау ад-даражата лил абди салихи фил жанна. Бір салиқалы құлды Алла тағала жәннатқа кіргізгенде дейді, өте үлкен дәрежеде кіргізіп береді дейді. Ол адам біледі дейді, оған бұл нәрсенің лайықты емес екенін. Сонда айтады дейді, я Рабби, Раббым, анна ли хазихи, Раббым, ұялғаннан, Раббым, мен маған лайықты емес едім ғой, мынау қайдан келген деген кезде Алла тағаланың жауабын қараңыздар. Бистихфари валадика лака. Балаңның саған қайта-қайта кешірім сұрай беру себебімен дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сондықтан бала деген, ол сіздің анау ақыретке дейін. Одан кейін одан күшті бала шықса, ол тоқтамайды. Бұл қияметке дейін тамып тұратын точканы дайындап кету керекпіз біз. Анау базардағы точкалар аяқталады. Бірақ қабірде кімнен тамады бізге? Кімнен тамады? Ең лайықты, ең жақсы ол бала, салиқалы бала. Сол салиқалы баланы біз тәрбиелеу керекпіз. Кішкене уақыттарыңызды алайын, ренжімеңіздер. Мына жерде бір кішкене маңызды қалып жатыр. Ол салиқалы бала қайдан шығады? Сіз үйде жүресіз. Сосын жаңағы бір кісі сізге айқайлап тұрады, мысалы, көрші. Сіз айқайламайсыз оған. Сосын балаңыз кейін айтады, әке, ол сізге қатты айқайлады ғой, неге айқайламадыңыз? Раббымнан қорқам. Ол танымайды ғой Раббымды. Мен көріп тұрам. Бала үйренеді. Раббым, анау әкетай, анау үйдегі соңғы ет еді ғой, неге бере салдыңыз бағана сұрап келген адамға? Аллах тағала жіберді ғой біздің үйге. Балаға сіңеді осы нәрсе. Содан жаңа салиқалы бала. Түсіндіңіз бе? Ол осылай көреді. Осылай өседі ол. Осылай тірі болады. Қоғамдағы тірі бала болады. Тірі. Жамандық жұқтырмайды. Бірақ біреуге жақсылығын жұқтыратын. Міне осындай бала сізге дұға жасап отса ертең. Осындай бала артыңыздан жаңа неше түрлі садақаларды, жаңағыдай мысалы, дұғаларды жасап жатқан болса, сізден бақытты адам бар ма? Сізден бай адам бар ма? Бұл бірінші нәрсе. Сөйтіп жаңағы дәреже, Алла тағала баласының дәрежесі арқылы әкесінің дәрежесін көтере салады екен, анасының дәрежесін көтере салады екен. Ол амалды олар істемесе де ондай.
Неге? Өйткені кеше көрдік қой Ибрахим мен Исмаилдің арасындағы, бала мен әкенің арасындағы байланыс. Ол байланыс Алла Тағаланың алдында қастерлі байланыс. Ол байланысқа кеткен еңбек, тәрбие Алла Тағала оны зая кетірмейді ешқашан. Сондай-ақ тағы бір қызық нәрсе бар. Бұл жерде әкесі салиқалы болған өте. Балалары ондай амалдар істей алмаған. Парыз атқарады, намазын атқарады, бірақ көп жақсы амалдарды істей алмаған. Сол кезде салиқалы әкесінің себепті оған да дәреже беріле ме, берілмей ме деген сұрақ туады. Сонда жаңағы Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: «Инна Аллаха ла ярфағу зурриятал муъмин фи даражатихи». Қараңыздар, Алла Тағала дейді, мұъминнің ұрпағының, бір баланы айтып тұрған жоқ. Мұъминнің ұрпағының дейді, дәрежесін көтере салады дейді, соның дәрежесімен. Ва ин кану дунаху фил амал. Тіпті балалары ол секілді амал ете алмаса да дейді, нәпілде тағы да басқа мысал айтайық. Не үшін? Жаңа мұъминді жақсы көреді Алла Тағала әкесін. Сонда литуқирра бихим айнуху. Алла Тағала оның көзіне ләззат сыйлағысы келеді дейді қияметте. Қараңыз. Осы нәрсені айтып тұрып, мына аятты оқиды ғой. Мына осы сүренің алдында Тур деген сүре бар. Сонда жаңағы бір әдемі аят. Қараңыздар. Уаллазина аману, иман келтіргендер, әкелерін айтып отыр. Иман келтіргендер, әкелер. Уаттабаатхум зурриятхум би имани. Сөйтіп бұларға ұрпақтары иманмен ерген. Шарты немен еру керек? Иманмен ерген. Мүмкін амалдары аз. Бірақ шарт иманмен ерген. Осы иманмен ерген ұрпақтарын қараңыздар не істейді? Алхақна бихим зурриятахум. Сол өздеріне не берсек қияметте дейді, балаларына да, ұрпақтарына да соны бере саламыз дейді. Не деген сыйлық бұл, қараңыз. Сосын мына жерде тіпті үміттендіреді. Уама алатнаху мин амалихим мин шей. Сондай-ақ әкелеріне қандай амалдар үшін қандай сауаптар берілсе, бұлардан еш кеммейді дейді. Бұл не деген нәрсе, қараңыздар. Міне сол секілді, құрметті жамағат, әке мен баланың арасындағы байланыс, Алла көздеген байланыс қайналса, сіздерден бақытты адам жоқ. Әкесі баласына, баласы әкесіне дегендей. Сондай-ақ өзара біздің арамыздағы байланысқа келетін болсақ, Алла Тағала Құранда айтады: «Ахилла уяума изин».